Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Өткен видеода ана арт жағымда тұрған Range Rover машинасын көрсеткем. Сол кезде айтқан мына Патон мен тағы да бір ақ тұлпарым машинам бар, ақ тұлпарым. Соларға обзор жасап көрсетейін. Мынау Патон машинасын 2021 жылы алғам. Бұл 23 жылы, 22 жылы, 23 жылы 2 жыл тұрды. Әр жылда 1000 километрден ғана жүрді. Енді маған рахметін айтатын шығар, 2 жыл демалды. Енді биыл Алла бұйырса көктемде қалаға кетеді. Бір пландар бар. Бұл 2013 жылғы 71.000 километр жүрген, қазір 73.000 километр ғой деймін, спидометрінде сондай. Алғалы бір 2 баллонын алдым, новый. Жаңа данкраты, тағы да кішігірім заттарын алдым. Жүріп тұрып, майы су ақпайды. Соны барып көрсетейін. Бұл Патон машина. Барлығы айтады, осыны көрсе, анау базарға барып қалам кей кезде. О, жақсы машина деп осыны. Барлығы мақтап жатады. Состояниесі в хорошем состоянии. Отличным деп айта алмаймын, но в хорошем состоянии. 70-80%. Ішеріне май ақпайды, су ақпайды. Аккумулятор өшірде тұрған. Оны алып жылы жерге кіргізіп қойдым. Оның іші осындай. Іші тоже аккуратно, бәрі тап-таза. Бір хозяин айдаған бұны. 21 жылы сатып алдым. Өзі 2013 жылы. Заводтан шыққан машина. Осындай. Бұл объемы 3,9, грузоподъемность 3,5. Бұны айдаған адамдар 3,5, 4,5, 5 тоннаға дейін салса жүре береді дейді. Бірақ мен салған жоқ. Бұл машинаның состояниесі осындай. Енді мен ақ тұлпарымды көрсетейін. Ақ тұлпарым. Оны неғып ақ тұлпарым деп жақсы көрем. Ол маған 12 жыл қызмет етті да. Өзім 12 жыл алғам. 1990 жылғы машина. Мерс, 190 Мерс. Мен 12 жыл алғам. 21 жылы моторына 700 000 теңге капремонт жасадым. Жүріп тұр. Май су іштерінен ақпайды. Сол капремонт жасаған кезде жаңағы ремонт жасаған жігіт 10 лет гарантия деген. Если нормально будешь ездить, у тебя кузов не рассыпется, мотор будет работать деп. Бұның баллондары 4 жылда, 5 жылда бір рез ғана ауыстырам. Мына жерде. Әр жылдың, қыстың, жаздың, көктемнің сондардың эмблемалары тұр ғой. Осындай баллонды алып, бір-ақ рез салам. 4 жылда бір-ақ рез айырбастаймын. Қысты күні 50 килограмм, 25-тен 50 килограмм қылып құм салып қоям. Жүре береді. Бұл автомат коробка 90 жылы, 1990 жылы шыққан. Давление сразу үшті көрсетті.